Қайырлы күн баршаңызға. Осындай мінекей күшті, әдемі, жеңіл булочка етіп пісіріп үйренгіңіз келе ме? Мінекей көріп тұрғандарыңызға қандай күшті, прямо жеңіл, жұқа, жұп-жұмсақ, прям мына қарасаңыздаршы, мақтадай прям жұп-жұмсақ. Осындай булочканың пісіріп көрінгіңіз келсе, яғни үйренгіңіз келсе, менің каналыма өте қойыңыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қараңыздар, қандай күшті булочка рецептімен бөлісемін. Бірінші аппарат дайындап аламыз, яғни немізді дрожжымызға сүт құйып, шекер салып, ұн қосып, осылай көтерілдіріп қоямыз, яғни көтеріліп тұрады. Азғантай су қосып, осылай көтеріп қоямыз. Апарамыз көтерілді. Енді міне қамыр бастыруға кірісеміз. Жарты килограммдай қамыр алдым, мен електен өткізіп, оған тұз салдым және ерітілген сары майды құйып жатырмын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай сары майды құйып, азғантай ортасын мінекей ашыңқырап қойдым да, енді жұмыртқаның ағын алдым, сарысын бөлек қойып қойдым, бетіне жағамыз оны. Екі жұмыртқаның ағын қосамыз. Содан кейін қант қосамыз, азғантай, көп қоспаймыз, азғантай ғана жарайды. 100 грамм ба шамасында, яғни 2 қасық салсаңыз жарайды, үлкен қасықпен. Одан кейін сүт, жылы сүтті аламыз. Жылы сүтті алып, осын араластырамыз. Өстіп, осы барлығынан қамыр илей бастаймыз, яғни кәдімгі булочкаға қамыр илейміз. Сүтімізді аздап қосып отырдым, тұз қостым, азғантай, осылай қамырымыз бастыра бастаймыз. Бәрін құйып болып, араластырып, қолымызбен қамыр бастырамыз. Қамырды бастырып қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай булочканың қамыры. Осыны осылай бір қайтарамызда көтерілдіріп қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Мен бір басып көтерілдігінен кейін тағы бір қайтара иіліп көтерілдіргенмін. Өздеріңіз көріп тұрғандай қамырымыз көтерілді, жеңіл, күшті болып. Енді осы қамырымызды әртүрлі бөліктерге бөле бастаймыз. Яғни мен осыдан 4 үлкен булочка шығарамын. Осы булочка осыдан. Сол үшін бұларды кішкентай, қатты кішкентай емес, бөліктерге бөліп аламыз. Әрқайсысын және дөңгелек осындай бөліктерге бөлеміз. Бірнеше бөлікке бөлеміз, қаншалықты булочка пісіресіз, соған байланысты бөліктерге бөліп отырасыз. Яғни бір булочкаға дөңгелек қағазға 3 деп жарайды, 3 сонда мен 12 штук кесіп шығардым. Осылайша бәрін кесіп алдым, барлығын бөліп қойып, 12 бөлікке бөлдім. Осылардан енді домалақтай бастаймыз. Кәдімгі булочка сияқты қылып, дөңгелектеп қойып қоямыз. Және бұлардың бәрін аз уақытқа көтеріліп тұрады. Бетін жауып қойып қойсаңыздар болады. Осылай барлығын дөңгелектеп алдым. Барлығы бір көлемде, үлкен кіші қылмайсыздар, бір көлемде алып кесіп аласыздар барлығын. Осылай бәрін дөңгелектеп қойып қоямыз. Мен 12 бөлік қылып шығардым. 12 бөлік бар, солардың бәрін дөңгелектейміз. Сосын көтерілуге қойып қоямыз. Үстін жауып көтерілдіріп қойсаңыздар болады. Яғни уақыт болмаса көтерілмеуге де болады. Бірден қойып қойғаннан кейін басқалардың бәрін дөңгелектеп болғанша бірінші дөңгелектегендеріңіз көтеріліп тұрады. Енді осыны алып іске кірісеміз. Яғни біреуін алдым, мен бірінші дөңгелегімнің, домалағымның осылай ысып ұзын қыламыз. Ұзындау қылған жақсы, қатты қысқа болып қалса, қазір өрген кезде кішкентай болып қалуы мүмкін. Сондықтан ұзындау қылып алдым, және бәрі біркелкі болу керек. Осылай қолыммен ештеңе де жаққан жоқпын, мен майламадым да, ештеңе де істеген жоқпын. Тек қана тақтайдың үстіне осылай ыса бастадым. Ұзын қылып, тағы екіншісін аласыздар. Екіншісінде алып, осылай ұзын қылып, бұнында бірінші немізбен, қамырымызбен ұзындығы бірдей болу керек. Яғни үшеуінің де ұзындығы бірдей болу керек. Осылай ұзын қылып, мен ысқылап жатырмын. Көріп тұрсыздар.
осыларды қазір бәрін болғаннан кейін бұлардан булочка жасаймыз. Әне әртүрлі форма жасасаңыздар да болады, бірақ мен көрсетейін деп тұрғаным басқа ұзын дөңгелек калачтың несі формасын көрсетемін. Мінекей үшіншісін дөңгелектедім, ұзын қылып, барлығы біркелкі, ұзындығы бәрі біркелкі болу керек. Сол үшін сіздер қамырды дөңгелектегенде бірдей болу керек барлығы. Енді бұны аламыз, жоғары жағын, яғни басын біріктіреміз. Көріп тұрсыздар ғой, осылай басын біріктіріп аламыз, өйткені піскен кезде ажырап кетпей үшін. Енді осылай шаш өрген сияқты қылып өре бастаймыз. Бірін жоғары, үстіне, астына қылып, осылай мінекей өреміз әдемілеп. Мінекей осылай көріп тұрғандарыңыздай, осылай әдемі болып шықты. Мінекей косичка болып, яғни шаш өріміз сияқты қылып, өстіп өріп аласыздар. Мінекей. Енді тағы да біздің тағы да қалған қамырымыз бар. Бұны да осылай шаш өрім сияқты өру үшін ұзындап аламыз. Бәрін біркелкі, қамырларымыз біркелкі болу керек, ұзындығы да бірдей болу керек. Мінекей осындай, екіншісінде осындай алып аламыз. Біркелкі жіңішкелеп, қолмен әдемілеп, ысқылап отырып жасаймыз. Екіншісі дайын болды. Енді соңғы қамырымыз. Оны да осындай ұзынша қылып аламыз. Біркелкі мінекей көріп тұрғандарыңыздай жоғарғы жағын біріктірдім басының. Енді осыны шаш сияқты қылып өре бастаймыз. Үстіне, астына деп өткізіп алып, әдемілеп шаш сияқты қылып өріледі. Мінекей көріп тұрсыздар. Енді бұның соңғы жағында басын біріктіріп жібереміз, ашылып кетпес үшін. Көріп тұрғандарыңыздай қандай күшті косичка болып шықты. Енді жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысы ағын булочкидің қамырына қосып жібергенмін. Сарысы булочкидің бетіне жағамыз. Өстіп щетканың көмегімен барлық жеріне жұмыртқаның сарысын жағу керек, қалдырмай әдемілеп. Піскен кезде күшті жылтырап пісу үшін жұмыртқаның сарысы жағамыз біркелкі қылып, барлық жеріне жеткізетіндей қылып. Көріп тұрғандарыңыздай булочкиіміз, яғни косичка булочкиіміз пісті, күшті болып шықты, қып-қызыл жұмыртқаның сарысын жаққасын бетіне күшті болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.